Сәлем достар, бұл Қазақ Story Time, біз бастаймыз. Бір бөлім қасиетті шаңыраққа түскен көлеңке. Бір Қасым атаның алма бағы. Оңтүстіктің шіліңгір ыстығы қайтып күн ұясына батуға таяған шақ. Қала шетіндегі тыныш ескі аудандардың бірінде өмір өз арнасымен асықпай ағып жатты. Бұл ауданның тұрғындары бір-бірін жақсы танитын, қуаныш пен қайғыны бөлісіп үйренген қарапайым жандар еді. Осы бір көшенің қақ ортасында орналасқан, қақпасы жасыл сырмен сырланған, ауласынан алма мен өріктің иісі аңқыған шағын үй бар. Бұл бүкіл көше сыйлайтын, сөзін заңдай көретін Қасым атаның шаңырағы. Қасым ата биыл 70-тің бесеуіне келген. Кезінде мектепте 40 жыл бойы тарих пәнінен сабақ берген, мыңдаған шәкіртті ұядан ұшырған қадірлі ұстаз. Бойы тік, шашын қыраушалған, жанарынан әлі де болса жастық шақтың оты мен өмірлік тәжірибенің салиқалы ізі байқалып тұратын. Ол күн сайын кешқұрым ауласындағы бау бақшасын суғарып, алма ағаштарының түбін қопсытып, өз әлемінде тыныштық табатын. Оның өміріндегі ең үлкен мақтанышы немересі Рүстем. Бала күннен атасының тәрбиесін көріп өскен Рүстем қазір еліміздің ең элиталық арнайы жасағында қызмет ететін шені подполковник. Қасым ата немересінің қандай қауіпті қызметте жүргенін білсе де, оның отан алдындағы абыройлы ісіне іштей шүкіршілік ететін. Бүгінде Қасым ата әдеттегідей бақшасында жүрген. Қолындағы кетпенін жерге қойып, маңдайындағы терін сүртті. Кенет көшенің тыныштығын бұзып, қозғалтқышы ақырған қымбат көліктің дауысы шықты. Екі көшедегі бейбастақтық. Қара түсті, терезелері түгелдей қарайтылған су жаңа келген ваген, жол талғамайтын көлігі шаңды бұрқыратып, тар көшемен қатты жылдамдықпен келе жатты. Көліктің ішінен даңғырлаған музыканың дауысы көшені басына көтерді. Бұл осы қаланың бейресми қожайынына айналған, ақша мен билікке мас болған ірі кәсіпкердің Еркетотай ұлы Бақытжан мен оның қасындағы жандайшаптары. Олар үшін заңда, адамгершілікте, үлкенді сыйлау да өздерінің көңіл күйлеріне байланысты өзгеретін түсініктер ғана. Дәл сол сәтте көшеде ойнап жүрген 7 жасар көршінің баласы добының соңынан жүгіріп, жолға шығып кетті. Қатты жылдамдықпен келе жатқан көлік баланы қағып кете жаздап, тежегішін жанұшыра басты. Көліктің дөңгелектері асфальтты шипалана сызып, баладан бірнеше сантиметр жерде ғана тоқтады. Бала қорқып кеткеннен жылап жіберді. Ауласында тұрған Қасым ата бұл көріністі көріп, жүрегі зырқ ете түсті. Ол қақпасын ашып сыртқа шықты. Көліктен 2 жас жігіт түсті. Олардың үстінде қымбат киім, қолдарында алтын сағат, жүздерінде ешқандай өкініш немесе қорқыныш жоқ, керісінше ашу мен тәкаппарлық ойнап тұрды. «Ей, мал! Көзіңе қарамайсың ба? Көлікті сырып кете жаздадың ғой», деп бақырды Бақытжан, балаға қарай ұмтылып. Баланың анасы жүгіріп шығып, ұлын бауырына басты. Ал Бақытжан оларды балағаттап, жұдырығын түйіп тұрды. Дәл осы кезде оның алдына Қасым ата келіп тұра қалды. Қарттың жанары қаһарға толы еді. 3 ар мен намыс қақтығысы. «Әй, балам, сөзіңді түзе», деді Қасым ата сабырлы, бірақ тастай қатты дауыспен. «Көшеде зырқырап жүрген өзің. Мынау саған тас жол емес, адамдар тұратын аудан. Баланың кінәсі жоқ». Бақытжан қартқа менсінбей қарады. Оның қасындағы достары мысқылдай күліп жіберді. «Шал, сен не, маған ақыл айтайын деп пе едің? Жолыңмен жүре бер. Менің кім екенімді білесің бе өзің? Қаласаң, мына көшеңді үйіңмен қосып сатып аламын», деді ол кекете. Қасым ата бір адым алға басты. Оның бойындағы ұстаздық тектілік пен ер азаматқа тән намыс оттай жанды. «Сенің ақшаң менің адамгершілігімді сатып ала алмайды. Әкең саған байлық бергенімен тәрбие бермеген екен. Баладан және анасынан кешірім сұра да, көлігіңді жайлап айдап бұл көшеден қараңды батыр». Бақытжанның беті қызарып кетті. Ол мұндай қарсылыққа, мұндай тік сөзге үйренбеген. Оның әлемінде барлығы оның алдында құлдық ұрып, бас иетін. Ал мына қарапайым шал оның достарының алдында намысын таптап тұр. «Сен, кәрі текем, сөзіңе жауап бересің әлі», деп ырылдады Бақытжан. Ол достарына қарап, «Жүріңдер, бұл шалмен басқаша сөйлесеміз», деді де, көлігіне отырып, газды басып кетіп қалды. Көршілер Қасым атаға алғыс айтып әрі уайымдап тарасты.
Ата, олар жаман адамдар, тиіспеуіңіз керек ет деген көрші келіншекке қарт тек әділетсіздікке үндемесек, адамдығымыз қайда қалады? Балам деп жауап берді. Ол өзінің дұрыс істегеніне сенімді еді. Бірақ ол жас бөлтіріктердің қаншалықты сұрқия екенін әлі толық түсінбеген болатын. 4. Қараңғыдағы қорқақтар. Арада 2 күн өтті. Қасым ата болған оқиғаны ұмыта бастаған. Ол кешкісін жергілікті дүкеннен нан мен сүт алып, үйіне қарай жаяу келе жатты. Көшедегі шамдардың бірі жанып, бірі сөніп тұрған қоңыр күздің салқын кешеді. Үйіне бір көше қалғанда, алдынан бір топ көлеңке шыға келді. Олар беттерін медициналық маскамен және бас киіммен жауып алған 5 адам болатын. Қасым ата қадамын бәсеңдетті. Ол іштей қауіпті сезді, бірақ шегінбеді. Ал шал, бізге ақыл айтатын кез келді ме? Деген таныс дауыс шықты топ ішінен. Бұл Бақытжан еді. Ол бұл жолы байдың баласы емес, қарапайым көше бұзақысының кейпіне енген. Жас екенсіңдер, қайратың тасып тұрған шығар. Бірақ қорқақ екенсіңдер. Жалғыз шалға бесеулеп келу нағыз еркектің ісі емес, деді Қасым ата қолындағы пакетін жерге қойып. Ол кезінде спортпен шұғылданған, әлі де сүйегі асыл қарт еді. Бақытжанның ишаратымен 2 жігіт қартқа тұра ұмтылды. Қасым ата бірінші келген жігіттің соққысынан жалтарып, оның иығынан итеріп жіберді. Жігіт тепе-теңдігін жоғалтып құлап түсті. Бірақ екіншісі қарттың ту сыртынан келіп, темір таяқпен тізесінен ұрды. Қасым ата ауырсынудан тізе бүгіп қалды. Сол сәтте бесеуі жабылып, қартты аяусыз тепкілей бастады. Олардың әрбір соққысы қарттың денесіне емес, оның ар-намысына тиіп жатты. Қасым ата бірде-бір рет ыңырсып дыбыс шығармады. Ол тек тісін қайрап, бұл қорқақтарға қарсыласуға тырысты, бірақ жастың аты жас, қарулы топтың күші басым түсті. Екінші рет менің жолыма тұрмайтын боласың, деп бақырды Бақытжан қарттың қанға боялған бетіне қарап. Олар қартты шаңға аунатып тастап, қараңғылыққа сіңіп жоқ болды. Көп ұзамай өтіп бара жатқан көршілер Қасым атаны тауып алып, жедел жәрдем шақырды. Қарт аурухананың жансақтау бөліміне түсті. Қабырғалары сынған, миы шайқалған, тізесі ауыр жарақаттанған. Жергілікті полиция бөлімшесінің тергеушісі келіп, істі тіркегенімен, Бақытжанның әкесінің ықпалы мен іс бірден белгісіз тұлғалардың шабуылы деген желеумен жылы жабылып қойылды. Тергеушілер көршілерден жауап алуды да, бейнебақылау камераларын тексеруді де ұмытып кетті. Қаланың шіріген жүйесі тағы да ақшаның алдында басиды. 5 арнайы жасақ базасы. Оянған қасқыр. Алматы облысының таулы аймағында орналасқан жабық әскери база. Түнгі сағат 2. Арнайы жасақ тобы оқу-жаттығу жиынын аяқтап, казармаға жаңа ғана оралған болатын. Бөлмедегі қатаң тәртіп пен қару-жарақтың темір иісі бұл жігіттердің күнделікті өмірі. Топ командирі подполковник Рүстем Қасымов үстіндегі ауыр оққағар кеудешесін шешіп шкафқа ілді. Оның бойы сұңғақ, бұлшық еттері тастай, жүзінде эмоция біліне бермейтін, көздері өте өткір офицер. Рүстем өз тобындағы жігіттер үшін тек командир емес, нағыз аға, қорғаушы еді. Ол терроризмге қарсы ондаған операцияларға қатысқан, кеудесінде мемлекеттік марапаттары бар, өліммен талай рет бетпе-бет келген адам. Ол душқа кірейін деп жатқанда жеке ұялы телефоны шырылдады. Телефон экранында көрші Айнұр тәте деген жазу тұр. Түн ортасындағы мұндай қоңырау ешқашан жақсылықтың нышаны емес екенін Рүстемнің ішкі түйсігі бірден сезді. Алло, Айнұр тәте, деді Рүстем даусын барынша сабырлы ұстап. Рүстем. Айналайын, телефонның арғы жағынан әйел адамның жылаған дауысы естілді. Атаң? Қасым атаны біреулер ұрып кетіпті. Ол қазір реанимацияда жатыр. Жағдайы өте ауыр дейді дәрігерлер. Рүстемнің жүрегі бір сәтке тоқтап қалғандай болды. Бөлмедегі ауа жетпей қалғандай сезілді. Оның саусақтары телефонды қатты қысқаны соншалық пластиктің сықырлаған дауысы естілді. Кім? Қашан болды бұл жағдай? Полиция не дейді? Рүстемнің дауысы енді сабырлы емес, мұздай суық, қауіпті үнге ұласты. Ешкім ештеңе білмейді. Полиция көшеде құлап қалған немесе қаңғыбастар тиіскен деп жауап тастамақшы. Бірақ біз білеміз, балам.
Ол баяғы Бақытжан деген байдың баласы мен оның төбеттері. Атаң оларға бала үшін ұрысқан еді. Телефон тұтқасы қойылғаннан кейін бөлмеде өлі тыныштық орнады. Рүстемнің көз алдына атасының күлімсіреген жүзі, оған айтқан ақылдары, бала күнде иығына мінгізіп ойнатқан кездері елестеді. Қасым ата оның өмірдегі жалғыз жанашыры, тірегі еді. Ол атасы үшін жанын беруге дайын болатын. Рүстем бұрылып шкафынан әскери сөмкесін алды. Оның көздерінде ешқандай үрей немесе жай ғана ашу емес, нағыз жыртқыштың, кек алуға дайындалған қасқырдың оты жанды. Бұл қатардағы қылмыскерлерге емес, әділетсіздікке қарсы ашылған соғыс еді. Оның қасына орынбасары, майор Дархан жақындады. Командир, не болды? Жүзіңіз қарайып кетті ғой. Менің отбасыма тиісіпті, деді Рүстем қысқа қайырып. Сөмкесіне жеке тапаншасын, тактикалық пышағын және басқа да қажетті заттарын салып жатты. Дархан, мен басшылыққа барып рапорт жазамын. Маған 10 күн демалыс керек. Отбасылық жағдайға байланысты. Көмек керек пе, Рүстем? Тек сөз етсең болды, бүкіл топ болып қазір-ақ жолға шығамыз. Ол жақта кім болса да жермен жексен етеміз. Рүстем тоқтап досына қарады. Оның көзіндегі алғыс байқалды, бірақ ол басын шайқады. Жоқ, Дархан, бұл менің жеке соғысым. Олар шалға күштері жетеді деп ойлаған екен. Енді олар сол шалдың қанында қандай қасқырдың тұқымы бар екенін көретін болады. Олар осы қаланың иесіміз деп ойлайды. Мен оларға тозақтың қандай болатынын көрсетемін. Рүстем сөмкесін иығына асып казармадан шығып кетті. Оның әрбір басқан қадамынан зілді, ауыр күш сезіліп тұрды. Ол өзінің туған қаласына заң жұмыс істемейтін, ақша мен көлеңкелі күштер билеген қалаға жол тартты. Бірақ ол жай ғана немере ретінде емес, өзімен бірге арнайы жасақтың қатал тәртібін, кешірімсіз әділеттілігін ала келе жатты. Бақытжан мен оның достары сол түні қымбат клубта ішімдік ішіп, өздерінің батырлықтарын тойлап жатқанда, олардың соңынан ажалдың өзі келе жатқанын сезген жоқ. Олар қартқа тиісіп өмірлеріндегі ең үлкен, әрі ең соңғы қателікті жасаған еді. Қасқырдың тұқымы, әділеттің темір жұдырығы. 2 бөлім, ашу мен кектің басталуы, ауруханадағы серт және алғашқы соққы. Бір жансақтау бөліміндегі үнсіздік. Түнгі қаланың жарығы жаңбыр тамшылармен шағылысып, көшелерге сұрғылт мұң сыйлап тұрған кез. Рүстем өзінің туған қаласына түн жарымында жетті. Ол үйіне соқпастан, тікелей орталық ауруханаға тартты. Аурухананың ұзын, ақ дәліздері хлор мен дәрінің иісіне тұнып тұр. Бұл иіс Рүстемге жат емес, ұрыс даласында жараланған талай қаруласын госпитальға апарғанда осы иісті сезетін. Бірақ бұл жолы жағдай басқаша, бұл жолы төсекте жатқан бейтаныс сарбаз емес, оның өміріндегі ең қымбат адамы еді. Жансақтау бөлімінің реанимация есігінің алдында кезекші дәрігер тұр екен. Үстіне қара түсті тактикалық киім киген, жанарынан от шашып тұрған Рүстемді көргенде дәрігер сәл шегіншектеп қалды. Сіз кімсіз? Бұл бөлімге кіруге қатаң тыйым салынған, деді дәрігер дауысын қатайтуға тырысып. Рүстем қалтасынан қызметтік куәлігін шығарып, дәрігердің көз алдына ұстады. Подполковник Қасымов, іште жатқан Қасым ұстаздың немересімін. Маған 2 минут беріңіз. Тек 2 минут, деді Рүстем, оның даусында өтініштен гөрі бұлтартпас бұйрықтың ызғары бар еді. Дәрігер куәліктегі қызыл мөрді көріп, үнсіз бас изетте есікті ашып берді. Бөлме ішінде тек жүрек соғысын өлшейтін аппараттың ғана біркелкі пип-пип деген дауысы естіледі. Аппақ төсекте денесін түтікшелермен сымдар шырмаған Қасым ата жатыр. Оның мейірімді жүзі көгерген, таңылған, демалысы өте ауыр. Рүстем атасының жанына келіп, оның қажыған, сүйікті қолын 2 қолымен ақырын ғана ұстады. Арнайы жасақтан небір сұмдықтарды, өлім мен қанды көріп, жүрегі тасқа айналған подполковниктің тамағына өксік тығылды. Бірақ ол жас шығармады. Ол атасының қолын маңдайына басып іштей серт берді. Ата, сіз маған әділдік пен намысты үйреттіңіз. Сіз маған әлсізді қорғауды үйреттіңіз. Олар сіздің қартайған шағыңызда күштері тасып, намысыңызды таптамақ болды. Мен оларға сол күштің нағыз иесімен кездесудің не екенін көрсетемін. Олардың әрбір соққысы үшін 100 еселеп жауап аламын. Дәрігер ішке кіріп, жоғары жақ сүйегі сынған, бірнеше қабырғасы зақымдалған,
ми қатты шайқалған. Қарт кісі үшін бұл өте ауыр соққы. Біз қолдан келгеннің бәрін жасап жатырмыз, бірақ жағдайы тұрақты ауыр, деді сыбырлап. Ол кісі мықты. Ол аман қалады, деді Рүстем атасының қолын төсекке жайлап қойып. Ал оны осы күйге түсіргендер аман қалмайды. Екі тергеушінің кабинеті. Заңның 200-і. Таңертеңгі сағат 9. Қалалық ішкі істер басқармасы. Тергеу бөлімінің аға лейтенанты Асқаров өз кабинетінде жайбарақат шай ішіп кешегі Бақытжанның әкесінен түскен қомақты сыйақыны ойлап көңіл күйі көтеріңкі отырған. Іш жабылды. Бар жоғы бір шалдың таяқ жеген үшін ешкім байдың баласына қарсы шықпайтыны оған айдан анық еді. Кенет кабинеттің есігі жұлқа ашылып, ішке Рүстем кіріп келді. Ол есікті артынан кілттеп, кілтті қалтасына салып қойды. Әй, азамат! Бұл не бейбастақтық? Қабылдау уақыты басталған жоқ, шық әрі! Деп бақырды тергеуші орнынан атып тұрып. Рүстем үнсіз қадам басып тергеушінің үстелінің алдына келді. Ол үстел үстіндегі іс қағаздарының арасынан Қасымов ісі деген папканы көзімен тауып алды. Сен Қасым ұстаздың ісін жүргізген тергеушісің бе? Деп сұрады Рүстем салқынқандылықпен. Иә, менмін. Оған сенің қандай қатысың бар? Қазір күзетті шақырамын. Асқаров үстел астындағы дабыл түймесіне қолын соза бергені сол еді. Рүстемнің қимылы найзағайдай жарқ етті. Ол тергеушінің қолын білегінен шап беріп ұстап, үстелге тарс еткізіп жапсырып тастады. Асқаров ауырсынудан бақырып жіберді. Рүстем оның жағасынан тартып бетін өзіне жақындатты. Мен сол шалдың немересімін. Ал енді мұқият тыңда, екеуміздің әңгімемізге ешқандай күзет кедергі келтірмейді. Менің атым Рүстем, арнайы жасақтың подполковнигімін. Сенің мына жапқан ісің менің отбасыма жасалған қастандық. Енді сен маған шындықты айтасың. Кім жасады? Тергеуші қорқыныштан көздері шарасынан шыға жаздады. Бұл қарапайым бұзақы емес, алдында өлім машинасы тұрғанын оның кәсіби түйсігі бірден сезді. Жібер қолымды. Мен ештеңе білмеймін. Олар бетперде киген белгісіз адамдар. Деп міңгірледі Асқаров. Рүстем оның қолын сәл қаттырақ бұрады. Сүйектің сытырлаған дауысы естілді. Сендер камераларды тексермедіңдер. Куәгерлерден жауап алмадыңдар. Істі 24 сағатқа жетпей жауып тастадыңдар. Мұның бәрін белгісіз адамдар үшін жасамайды. Мұны тек қалтасы қалың, ықпалды біреу үшін жасайды. Соңғы рет сұраймын, кім? Егер қазір айтпасаң, мен бұл кабинеттен сенің сынған қол аяғыңды тастап шығамын. Ал ертең сенің үстіңнен ұлттық қауіпсіздік комитетіне сыбайлас жемқорлық бойынша іс қозғатамын. Менің қолымнан келетініне күмәнің болмасын. Асқаровтың барлық тәкаппарлығы бір сәтте жойылды. Ол ауырсынуға шыдамай, шындықты ақтарды. Бақытжан. Кәсіпкер Сәкеновтің ұлы Бақытжан. Қасында өзінің екі досы Мақсат пен Олжас болған. Олар шалға қасақана шабуыл жасаған. Бақытжанның әкесі басқарма бастығына тікелей шығып істі жаптырды. Өтінемін, қолымды сындырмашы. Рүстем тергеушіні итеріп жіберді. Ол папканы қолына алып, ішіндегі парақтарды жыртып тергеушінің бетіне лақтырды. Бұл іс енді заңмен емес, менің ережеммен шешіледі. Сендер заңды саттыңдар. Ал мен сатылмайтын әділеттілікті көрсетемін. Олар қазір қайда? Мақсат пен Олжас қалада, оларға тиесілі Неон деген түнгі клубта жүреді үнемі. Ал Бақытжан. Ол қала сыртындағы әкесінің аңшылар базасына кеткен. Ол жақта бірнеше күн демалмақшы. Рүстем бұрылып есікке қарай беттеді. Егер осы әңгіме туралы біреуге тіс жарсаң немесе оларға ескертсең, мен саған қайтып келемін. Онда бәрі басқаша болады, деді ол есікті ашып жатып. Тергеуші үнсіз, дірілдеп қала берді. 3 Неон клубы, аңшының ізімен. Қаланың орталығындағы ең қымбат неон түнгі клубы. Мұнда қаланың алтын жастары жиналады. Есік алдында дәудей күзетшілер, іште түрлі түсті жарықтар мен құлақ тұндыратын музыка. Бақытжанның қолшоқпарлары Мақсат пен Олжас веб аймақта қымбат ішімдік ішіп кешегі ерліктерін мақтанышпен еске алып отырған. Ол шалдың қалай құлағанын көрдің бе? Деді Олжас күлкіден шегі қатып.
Баха оны жерге бірақ ұрды ғой. Енді бұл көшеде ешкім бізге қарсы сөйлей алмайды. Иә, заң да біздің қолда. Баханың әкесі бәрін шешіп тастады деп қостады Мақсат, қолындағы стақанды көтеріп. Ал осы кезде клубтың сыртында Рүстем тұрған еді. Оның үстінде көзге түспейтін қара күртеше, басында капюшон. Ол әскери барлаушыға тән дәлдікпен ғимараттың периметрін шолып шықты. Артқы есікте тұрған бір күзетшіні байқады. Бұл қызметкерлер кіретін есік. Рүстем көлеңкедей сырғып барып күзетшінің ту сыртынан келді. Бір ғана дәл жасалған кәсіби қылғындыру тәсілімен күзетшіні 5 секунд ішінде ес-түссіз құлатты. Дыбыссыз, жылдам, мінсіз. Күзетшіні қоқыс жәшігінің тасасына жатқызып, өзі клубтың ішіне енді. Клубтың ішіндегі халық көптігімен даңғырлаған музыка Рүстемге таптырмас бүркеніш болды. Ол адамдардың арасымен білдіртпей өтіп, екінші қабаттағы веб аймаққа көтерілетін баспалдаққа келді. Ол жерде 2 қарулы күзетші тұр екен. Олар бұл клубтың қожайындарының жеке қауіпсіздік қызметі болатын. Рүстем баспалдақпен көтеріліп келе жатқанда, күзетшінің бірі оны тоқтатпақ болды. «Әй, жігітім, бұл жаққа кіруге болмайды. Тек тізіммен». Ол сөзін аяқтап үлгермеді. Рүстем оның қолын қағып жіберіп, кеудесіне жойқын соққы жасады. Күзетші ауа қармап, 2 бүктетіліп қалды. Екіншісі рациясын алуға ұмтылғанда, Рүстем оның тізесінен теуіп құлатып, желкесінен ұрып сұлатты. 10 секунд ішінде 2 мықты күзетші жерде жатты. Рүстемнің жүзінде бір бұлшық еті де қозғалған жоқ. Бұл оның күнделікті жұмысының бір бөлшегі ғана еді. 4 алғашқы соққы, веб бөлмедегі тозақ. Веб бөлменің есігі жолға ашылғанда Мақсат пен Олжас күліп отырған жерлерінен селт етті. Олар ішке кірген бейтаныс қара киімді жігітті көріп, алғашында не болғанын түсінбеді. «Күзет, мынау кім өзі?» деп бақырды Мақсат орнынан тұрып. Рүстем есікті ішінен жауып, жайбарақат қадаммен оларға қарай жақындады. Музыканың дауысы бұл бөлмеде бәсеңдеу еді. «Күзеттерің ұйықтап жатыр. Қазір сендер де ұйықтайсыңдар. Бірақ оған дейін есеп бересіңдер», деді Рүстем даусындағы тастай суықтық 2 жігіттің арқасынан мұздай тер шығарды. «Сен не оттап тұрсың? Біздің кім екенімізді білесің бе?» Олжас үстел үстіндегі бос бөтелкені қолына алып Рүстемге қарай ұмтылды. Ол бөтелкемен Рүстемнің басынан ұрмақшы болды. Бірақ Рүстемнің арнайы жасақтағы жылдар бойы қалыптасқан рефлекстері өз ісін жасады. Ол Олжастың қолын ауада қағып қалып, білегін күрт бұрады. Бөтелке жерге түсіп шағылды. Рүстем Олжастың ішінен тізесімен қатты ұрып, оны әйнек үстелге қарай лақтырды. Үстел быт-шыт болып сынды. Олжас әйнек сынықтарының үстінде ыңырсып жатып қалды. Мақсат бұл көріністен шошып кетіп, қалтасынан жиналмалы пышағын суырып алды. Оның қолы дірілдеп тұрды. «Келме, өлтіремін», деп айқайлады ол. Рүстем оған қарай бір қадам жасады. Оның көзінде қорқыныш түгілі сақтық та жоқ еді. Ол мынадай пышақ ұстаған террористердің талайын қарусыз ақ бейтараптандырған. Мақсат пышағын сермеп қалғанда, Рүстем шабуыл сызығынан сырғып өтіп, оның пышақ ұстаған қолын шынтақ тұсынан төмен қарай қатты соқты. Шынтақ буыны орнынан тайып кетті. Мақсат бақырып жіберіп, пышағын түсіріп алды. Рүстем оны алқымынан қысып алып, қабырғаға тарс еткізіп жапсырды. Олжас орнынан тұруға әрекеттеніп жатқанда, Рүстем оның кеудесінен теуіп, қайтадан еденге сұлатты. Бөлме ішіндегі қымбат дивандар мен үстелдер қирап, қан мен ішімдік араласып кетті. Кеше ғана қорғансыз шалды қорлап, өздерін әлемнің әміршісіндей сезінген 2 батыр енді қанға боялып, жан ұшыра жалбарынып жатты. 5 қасқырдың азуы Бақытжанға жолдама. Рүстем Мақсатты қабырғаға қысып тұрып, оның көзіне тік қарады. Кеше қарт адамды қабырғасы сынғанша тепкілегенде күштерің тасып еді. «Ал қазір неге жылап тұрсыңдар?» деді Рүстем, әр сөзі қорғасын болып құйылып жатты. «Мен сол қарттың немересімін». Мақсат пен Олжастың көздері шарасынан шыға жаздады. Олар қандай үлкен қателік жасағандарын енді түсінді. Олар қарттың артында ешкім жоқ деп ойлаған еді. Ал мына алдарында тұрған адам оларды қазір-ақ бөлшектеп тастауға дайын тұрған ажалдың өзі екенін ұқты. Біз емес. Бәрін бастаған Баха. Ол бізді мәжбүрледі.
Біз жай ғана қасында тұрдық. Деп сатқындыққа басты мақсат жанын сақтап қалу үшін. Ендеше қасында тұрғандарың үшін сендердің бір-бір қолдарың мен аяқтарыңды сындыру әділетті болады деп ойлаймын, деді Рүстем суық үнмен. Ол сөзін іспен дәлелдеді. Рүстемнің әрбір соққысы өлтіруге емес, ауыр жарақат қалдыруға бағытталған дәл әрі жойқын соққылар еді. Ол жастың бір аяғын, Мақсаттың екінші қолын кәсіби шеберлікпен сындырып тастады. Екеуі еденде қансырап, аурудан ес-түссіз қалуға шақ қалды. Рүстем қан болған қолын сүлгімен сүртіп, Мақсаттың жанына жүресінен отырды. Оның шашынан ұстап, басын жоғары көтерді. Бақытжан қазір қайда? Маған нақты координатасын айт. Аңшылар базасы қай жерде орналасқан? Деп бұйырды. Ол қаладан 50 шақырым жердегі Қарағайлы шатқалындағы әкесінің базасында. Онда оның оққағарлары көп, мылтықтары бар, деп ыңырсыды Мақсат. Рүстем оның басын еденге тастады. Оған менің сәлемімді айт. Қасқыр өз қойы үшін келді де. Бұл тек басы ғана. Сендер заңнан қашып құтылдық деп ойладыңдар ма? Енді сендер менің заңыммен өмір сүресіңдер. Рүстем бөлмеден шығып, қираған есікті жауып кетті. Ол клубтан қалай кірсе, солай дыбыссыз шығып кетті. Даңғырлаған музыка екінші қабаттағы қанды қырғынның дауысын толықтай басып тастаған еді. Рүстем далаға шыққанда жаңбыр сіркіреп жауа бастады. Ол түнгі аспанға қарап терең дем алды. Оның ішіндегі кек оты басылмады, керісінше одан әрі тұтана түсті. Алғашқы соққы жасалды. Қорқақтар өз жазаларын алды. Бірақ басты мақсат Бақытжан әлі алда еді. Рүстем көлігіне отырып Қарағайлы шатқалына қарай бағыт алды. Арнайы жасақтың подполковнигі енді толыққанды аңшылыққа шықты. Бұл түні ормандағы аңшылардың өздері жемтікке айналатынын олар әлі білмейтін еді. Әділеттің темір жұдырығы олардың басына түсуге дайын болатын 3 бөлім. Қарағайлы шатқалындағы аңшылық, жемтікке айналған жыртқыштар. Бір түнгі тас жол және таудың ызғары. Аспаннан шелектеп құйған жаңбыр Астананың маңындағы тас жолды жуып шайып жатты. Түн жарымынан ауған шақ. Қараңғылықты қақтылып, үлкен жылдамдықпен келе жатқан Рүстемнің көлігі Қарағайлы шатқалына қарай жақындап қалған еді. Жолдың екі жағын қоршаған биік қарағайлар бейне бір қараңғылықтың күзетшілеріндей сұсты көрінеді. Рүстем көліктің рөлін қатты қысқаны соншалық саусақтарының буындары ағарып кеткен. Оның көз алдынан атасының жансақтау бөліміндегі дәрменсіз күйі кетпей қойды. Бала күнінде атасы оны осы тауларға алып шығып, шыдамдылыққа, қайсарлыққа баулыған еді. Ер адамның басты қаруы оның білегінде емес, жүрегі мен ақылында, балам. Бірақ әділетсіздікке ұшырағанда сол күшті қолдана білу нағыз ердің ісі деген атасының сөздері Рүстемнің санасында жаңғырып тұрды. Ол атасының үмітін ақтады, елінің қорғаны болды. Алайда елін қорғап жүргенде өз шаңырағын қорғаусыз қалдырған үшін іштей өзін кінәлады. Таулы аймаққа кірген сайын телефон байланысы үзіліп, радио нүктелер сөнді. Бұл жер өркениеттен жырақ, заңнан тыс, тек ақша мен күштің билігі жүретін жабық аймақ еді. Рүстем көлігінің фарларын өшіріп, түнгі көру құрылғысын пымып киді де, базаға 1 шақырым қалғанда көлігін қалың ағаштың арасына жасырды. Ол қалған жолды жаяу жүріп өтуге шешім қабылдады. Арнайы жасақтың жауынгері үшін орман екінші үйі. Ол қара күртешесінің сыртынан тактикалық кеудешесін киіп, оқ жатарларын орналастырды. Тапаншасының ұшына дыбыс басқыш, глушитель, бұрап етігінің қонышына өткір әскери пышағын салды. Аңшылық басталды. Екі ханның ордасы, базадағы бейхандық. Қарағайлы шатқалының дәл ортасында биік қоршаумен қоршалған зәулім аңшылық база орналасқан. Бұл жерді Бақытжанның әкесі миллиондаған долларға салдырған. Мұнда тікұшақ қонатын алаңқай, қымбат монша және қару-жарақтың ең соңғы үлгілері сақталатын арнайы бөлмелер бар. Қазір базаның ішіндегі үлкен каминнің алдында Бақытжан қымбат виски ішіп, аяғын үстелге асып жайбарақат отыр. Оның қасында әкесі жалдаған 4 кәсіби оққағар бар. Олардың бастығы кезінде шетелдік жалдамалы әскер құрамында болған тәжірибелі қатыгез Игорь есімді күзетші.
Игорь мына қаланың іші пыстырып жіберді. Ертең таңертең тауға шығып қабан атамыз. Дайындалыңдар, деді Бақытжан маңғаздана. Ол қаладағы Мақсат пен Олжастың қандай күйге түскенін, аурухананың жансақтау бөлімінде жатқанын әлі білмеген еді. Тауда байланыс болмағандықтан ол өзін әлемдегі ең қауіпсіз адамдай сезінді. Бастық, ауа райы бұзылып тұр. Жаңбырлы күні орманда жүру қауіпті, деді Игорь сақтықпен. Маған бәрібір. Мен не айтсам сол болады. Менің әкем сендерге сол үшін ақша төлеп отыр, деп бақырды Бақытжан, виски құйылған стақанды үстелге тарс еткізіп. Ол өзінің ақшасына кез келген нәрсені, тіпті табиғатты да сатып аламын деп ойлайтын тәкаппарлықтың шегіне жеткен еді. Сыртта күзет мұнарасында 2 адам периметрді бақылап тұрды. Олар темекі шегіп, өзара әңгіме дүкен құрып, жаңбырда анықтап тұрған. Олар бұл түні ормандағы ең қауіпті жыртқыш оларға қарай үнсіз жақындап келе жатқанын сезгенде жоқ. 3 көлеңкедегі кек, периметрді бұзу. Рүстем базаның темір қоршауына жақындады. Түнгі көру құрылғысының жасыл экраны арқылы ол инфрақызыл сәулелерді, бейнебақылау камераларын және күзетшілердің орналасуын 5 саусағындай оқып алды. Базаның қауіпсіздік жүйесі мықты құрылған екен, бірақ арнайы жасақтың элиталық жауынгері үшін бұзылмайтын қамал жоқ. Ол қоршаудың ең осал тұсын, камералардың өлі аймағын тауып, арнайы құралмен сымды қиып ішке сырғып кірді. Ең бірінші кедергі аулада бос жүрген 2 үлкен алабай иті. Иттер адамның иісін сезіп ырылдай бастады. Рүстем оларды өлтіргісі келмеді, жануарда жазық жоқ. Ол қалтасынан ұйықтататын газ шығаратын арнайы ампуланы алып, иттерге қарай лақтырды. Бірнеше секундтан кейін 2 алабай сылқ етіп ұйқыға кетті. Енді кезек адамдарда. Мұнарада тұрған күзетшінің бірі төменге дәрет сындыруға түсті. Ол ағашқа жақындай бергенде, қараңғылықтың ішінен темірдей қатты қол оның аузын жауып, мойнынан қысты. Күзетші қанша бұлқынса да, Рүстемнің құрсауынан шыға алмады. 10 секундтан кейін миға қан бармай, күзетші есінен танып құлады. Рүстем оның денесін бұтаның арасына жасырып қойды. Екінші күзетші мұнарада серігін күтіп тұрған. «Әй, серік, қайда кеттің сонша?» деп айқайлады ол төменге қарап. Жауап болмады. Ол баспалдақпен төмен түсе бастағанда, баспалдақтың астында жасырынып тұрған Рүстем оның аяғынан тартып құлатты. Күзетші жерге арқасымен құлап, демі ішіне түсіп кетті. Рүстем оның басына дәл соққы жасап, оны да бейтараптандырды. Базаның сыртқы қорғанысы 5 минуттың ішінде толықтай жойылды. Бірде-бір оқ атылған жоқ, бірде-бір дабыл қағылмады. Бұл нағыз кәсіби шеберліктің, соққандылықтың көрінісі еді. 4 жарықтың сөнуі, үрейдің басталуы. Рүстем базаның электр генераторы орналасқан ғимаратқа кірді. Ол негізгі қуат сымдарын қиып тастады. Базадағы барлық жарық, прожекторлар мен камералар бір сәтте сөніп қалды. Бүкіл аймақ тас қараңғылыққа оранды. Үйдің ішінде отырған Бақытжан мен оның күзетшілері жарық сөнгенде селт ете қалды. Не болды? Жарық қайда? Деп бақырды Бақытжан қорқыныш аралас ашумен. Сабыр сақтаңыз, бастық. Бәлкім дауылдан сымдар үзілген шығар. Қазір жігіттер барып генераторды қосады, деді Игорь тапаншасын қолына алып. Ол өзінің 2 адамына далаға шығып тексеруді бұйырды. 2 күзетші қолдарына жарқылдауық шам, фонарик ұстап далаға шықты. Жаңбыр олардың бетін сабап жатыр, ал айнала түк көрінбейтін түнек. Олар генераторға қарай баяу адымдап келе жатты. «Серік, қайдасыңдар?» деп айқайлады біреуі периметрдегі күзетшілерді шақырып. Үнсіздік тек желдің гуілі мен жаңбырдың сыртылы ғана естіледі. Олар генератор ғимаратына кіргенде, шамның жарығы қиылған сымдарға түсті. Бұл табиғи апат емес. Сымды әдейі қиған, деді күзетшінің бірі рациясын алып. «Игорь, бізде проблема». Ол сөзін аяқтай алмай қалды. Төбедегі темір арқалықтан төмен қарай секірген Рүстем күзетшінің үстіне құлап, оны жерге жапсырды. Екінші күзетші тапаншасын кезеп үлгергенше, Рүстем оның бетіне жарқылдауық шамды лақтырып жіберіп, көзін қарықтырды. Сосын жылдам орнынан атып тұрып, күзетшінің қолындағы қаруын қағып түсіріп, ішінен ауыр соққы жасады.
Екі кәсіби күзетші арнайы жасақ офицеріне қарсы 10 секундта төтеп бере алмады. Рүстем жерде жатқан рацияны қолына алды. Рациядан Игордың даусы естіліп жатты. Бірінші, екінші, не болды? Жауап беріңдер. Рүстем рацияның түймесін басып, өзінің суық, ызғарлы даусымен жауап қатты. Олар енді жауап бермейді. Келесі кезек сендердікі. Рациядан естілген бұл үн ішіндегі Игор мен Бақытжанның төбе құйқасын шымырлатты. Бақытжанның қолындағы стақаны жерге түсіп кетті. Ол енді бұл жай ғана кездейсоқтық емес, өздеріне бағытталған нағыз шабуыл екенін түсінді. 5 бетпе-бет, жыртқыштың бұрышқа тақалуы. Игор кәсіби жалдамалы, ол жағдайдың өте қауіпті екенін бірден ұқты. Есік-терезелерді бекітіңдер. Мылтықтарыңды дайындаңдар. Бізге сырттан кәсіби топ шабуыл жасап жатыр, деп бұйырды Игор қасында қалған соңғы күзетшіге. Олар Рүстемді жалғыз емес, тұтас бір арнайы жасақ тобы шабуылдап жатыр деп ойлады. Өйткені бір адамның 5 қарулы күзетшіні дыбыссыз тез арада жойып жіберуі мүмкін еместей көрінді. Бақытжан болса бұрышқа тығылып қалтырап отыр. Оның бағанағы тәкаппарлығынан жұрнақ та қалмаған. Байлық пен ата-анасының ақшасы бұл қараңғы орманда оны қорғай алмайтынын түсінді. Кенет үйдің үлкен панорамалық терезесі үлкен гүрсілмен шағылды. Терезеден ішке түтін шығаратын граната, шашка ұшып кірді. Бөлменің іші қою ақ түтінге толды. Игор мен екінші күзетші жөтеліп көздері ашып жан-жаққа бей-берекет оқ ата бастады. Олардың оқтары қабырғалар мен қымбат жиһаздарды тесіп жатты. Түтіннің арасынан елес сияқты Рүстем пайда болды. Түнгі көру құрылғысы оған түтін ішінде де анық көруге мүмкіндік берді. Ол оқ атып тұрған күзетшінің артына білдіртпей келіп, оның автоматын жоғары қарай қағып жіберіп, шүйдесінен тапаншаның сабымен қатты ұрды. Күзетші сылқ етіп еденге құлады. Енді бөлмеде тек Игор ғана қалды. Игор Рүстемнің сұлбасын байқап қалып, тапаншасын кезеді. Екі мықты сарбаз бетпе-бет келді. Сен кімсің? Сендерге кім тапсырыс берді? Ақша керек пе? Біз екі есе төлейміз, деп айқайлады Игор. Оның логикасы бойынша бұл тек байлық үшін жасалған шабуыл еді. Менің тапсырысымды ақшамен төлей алмайсыңдар. Оның құны сынған қабырғалар мен төгілген қан, деді Рүстем. Игор шүріппені басуға үлгермей жатып Рүстем алға атылды. Бұл атыс қарумен емес, қоян қолтық ұрыс шеберлігімен өтетін шайқас еді. Игор тапаншасын атуға әрекеттенгенде, Рүстем оның қолын қайырып қаруды ұшырып түсірді. Игор да осал емес еді, ол Рүстемнің бетіне жойқын соққы жұмсады. Рүстем соққыны қабылдап, сәл шегінді де қарсы шабуылға көшті. Ол Игордың кеудесіне, ішіне және тізесіне найзағайдай жылдамдықпен 3 соққы жасады. Игор дем ала алмай екі бүктетілді. Рүстем оны жағасынан ұстап, ауыр емен үстелге бар күшімен соқты. Жалдамалы күзетшілердің бастығы есінен танып қанға боялып сұлады. Түтін бірте-бірте тарай бастады. Үйдің ішінде өлі тыныштық орнады. Тек жаңбырдың сынған терезеден кіріп жатқан дыбысы ғана естіледі. Бұрышта диванның артына жасырынған Бақытжан дірілдеп отыр. Ол өзінің ең сенімді деген адамдарының қалайша көз алдында қолша құрылы болмай қирағанын көріп, ақылынан адаса жаздады. Рүстем баяу қадаммен оған қарай жақындады. Бақытжан шегіне қабырғаға тірелді. Тиіспе маған. Әкем саған не қаласаң соны береді. Өтінемін, өлтірмеші. Менің кінәм жоқ, деп жылап жіберді ол. Кешегі көшедегі шалға күш көрсеткен батырдан қазір тек қорқақ, бейшара мақұлық қана қалған еді. Рүстем оның алдына келіп жүресінен отырды. Ол Бақытжанның жағасынан мықтап ұстап көзіне тік қарады. Рүстемнің көзіндегі ызғар кез келген адамның жанын мұздататындай еді. Кеше сен менің атамды тепкілеп жатқанда, ол кісі саған жалбарынды ма? Ақша ұсынды ма? Жоқ, ол өзінің намысын тік ұстап құлады. Ал сен тек ақшаның көлеңкесінде өмір сүретін құртсың. Сен қорқыныштың не екенін білмеуші едің. Енді сол қорқынышпен бетпе-бет келдің. Рүстем Бақытжанды желкесінен сүйреп тұрғызып, сынған терезеден далаға, нөсер жаңбырдың астына лақтырып жіберді. Бақытжан балшыққа құлап, үсті басы малмандай су болды.
Ол қашпақшы болып орнынан тұра бергенде, Рүстем артынан келіп, оның тізесінен қатты теуіп, қайта құлатты. Сені өлтіру тым оңай жаза. Мен сенің әкеңнің империясын, сенің қорғаныңды талқандаймын. Бірақ оған дейін сен өз қолыңмен жасаған күнәңнің азабын тартасың, деді Рүстем Бақытжанды балшыққа басып тұрып. Әділеттің темір жұдырығы ормандағы жазасын бастады. Бұл түн Бақытжан үшін тозақтың нағыз өзіне айналды. Ал Рүстемнің кегі мұнымен тоқтамайтын еді. Оның келесі нысанасы осы жүйені құрып, ұлын заңсыздыққа баулыған, қаланың жемқор басшыларымен ауыз жаласқан үлкен кәсіпкер Бақытжанның әкесі болатын. 4 бөлім империя шайқалуы. Бір балшыққа аунаған тәңір және қара қобдиша. Қарағайлы шатқалындағы нөсер жаңбыр толастар емес. Балшыққа белшесінен батқан Бақытжан суықтан ба, әлде қорқыныштан ба, қалтырап дірілдеп жатты. Кеше ғана өзін қаланың кіші тәңірі сезінген, ақшаның буымен кез келген адамның тағдырын шешемін деп ойлаған Байшыкештің ұлы қазір жаралы. Яры күшіктей қыңсылап жатты. Рүстем оның желкесінен қайтадан бұрап ұстап, орнынан жұлқа тұрғызды. Ол Бақытжанды сүйреген күйі базаның ішіне, жарығы сөнген негізгі кабинетке алып кірді. Рүстемнің көзіндегі ызғар Бақытжанның ішкі дүниесін толықтай үрейге бөлеген болатын. Үстелдің артындағы сейфті аш, деп бұйырды Рүстем Бақытжанды қабырғаға итеріп жіберіп. Мен кодын білмеймін. Ол әкемнің жеке сейфі, деп кекештенді Бақытжан жасын сүртіп. Рүстем тапаншасын суырып алып, Бақытжанның тізесінің дәл жанынан еденге қарай оқ атты. Дыбыс басқышпен атылған оқтың бәсең гүрсілі бөлме ішінде өлімнің хабаршысындай естілді. Оқ едендегі қымбат паркетті тесіп өтті. Екінші оқ сенің тізеңе тиеді. Содан кейін өмір бақи арбада отыратын боласың. Аш. Бақытжан жанұшыра сейфке жабысып, дірілдеген саусақтарымен сандарды тере бастады. Пип-пип сырт деген дыбыс шығып, ауыр темір есік ашылды. Рүстем оны шетке итеріп, сейфтің ішіндегіні жарықшамен, фонарикпен шолып шықты. Сейфте бума-бума долларлар, алтын құймалар жатты. Бірақ Рүстемнің назарын аударғаны бұл емес еді. Сейфтің төменгі сөресінде қызыл түсті қалың папка және қара түсті шағын флешка жатыр екен. Рүстем папканы ашып, ішіндегі құжаттарға көз жүгіртті. Бұл құжаттар Бақытжанның әкесі Нұрлан Сәкеновтың қаланы қалай торлап алғанының нақты дәлелі еді. Жемқор шенеуніктерге берілген паралардың тізімі, заңсыз жер басып алу келісім шарттары, тіпті қарсыластарын тапсырыспен өлтіру немесе түрмеге жабу туралы жасырын жазбалар. Бұл қаланың криминалдық және саяси элитасының түбіне жететін нағыз бомба болатын. Рүстем папка мен флешканы өзінің тактикалық сөмкесіне салды. Ол Бақытжанға бұрылып, оның қорқыныштан үлкейіп кеткен көздеріне қарады. Сенің әкеңнің империясы осы папкада жатыр. Оған менің сәлемімді айт. Ақшасы оны бұл жолы құтқара алмайды. Бұл соғысты сендер бастадыңдар, ал мен оны аяқтаймын, деді Рүстем. Ол Бақытжанның қол аяғын байлап, аузына шүберек тығып, қараңғы, суық бөлмеге тастап кетті. Рүстем базадан шығып, тас жолға қарай сіңіп жоқ болды. Алғашқы кезең аяқталды. Ендігі кезек үлкен жыланның басын кесу еді. Екі Сәкеновтың қаһары және сатқындар одағы. Таңертеңгі сағат 8. Қала орталығындағы зәулім үйдің ауласына жедел жәрдем мен полиция көліктері кезек-кезек келіп жатты. Базадағы қанды қырғын туралы хабар Нұрлан Сәкеновке таң ата жеткен. Ол қаланың ең ықпалды, ең бай және ең қатыгез кәсіпкері еді. Оның сөзімен әкімдер ауысып, полиция бастықтары тағайындалатын. Бірақ бүгін оның бет әлпетінен тәкаппарлық емес, ақылға сыймайтын ашу мен ыза көрінді. Оның алдында тұрған жеке күзет қызметінің басшылары бастарын төмен салған. Игор бастаған ең элиталық деген күзетшілер ауруханада жатыр, ал оның жалғыз ұлы Бақытжан психологиялық шок алып, бір сөз айта алмай қалтырап қалған. Бақытжанның аузынан шыққаны тек ол адам емес. Ол жыртқыш, қасқыр. Ол бәрімізді өлтіреді деген үзік-үзік сөздер ғана болды. Кабинетке қалалық ішкі істер департаментінің бастығы полковник Талғат Мұратов кіріп келді. Ол Сәкеновтың қалтасындағы адамдардың бірі. Нұрлан аға, біз істің мән-жайын анықтадық, деді полковник дауысы дірілдеп. Бұл шабуылды жасаған бір-ақ адам.
Оның аты Рүстем Қасымов, арнайы жасақтың подполковнигі. Кешегі Бақытжан тиіскен шалдың немересі. Ол өте қауіпті адам. Оны ұстау үшін бүкіл күшті құрылымды жұмылдыру керек. Сәкеновтің көздері қанталап кетті. Ол үстел үстіндегі қымбат хрусталь күлсалғышты алып, қабырғаға бар күшімен лақтырып жіберді. Күлсалғыш быт-шыт болып сынды. Бір ғана адам, бір ғана әскер менің миллиондар тұратын күзетімді талқандап, ұлымды қорлап, менің сейфімді тонап кеткен бе? Сен не оттап тұрсың, Талғат? Егер ол сейфтегі құжаттар жоғары жаққа немесе ОК-ге, КМБ жетсе, менің ғана емес, сенің де басың кетеді. Екеуміз бірге темір тордың ар жағында шіреміз. Полковник терлеп кетті. Оны ұстауға ордер берілді. Біз оны террористік акт жасады деп жариялаймыз. Мен арнайы мақсаттағы қарулы топты СОБР толығымен осы іске жұмылдырамын. Тірідей немесе өлідей ұстаймыз, деді ол. Өлідей. Маған ол тірі керек емес. Ол қайда болса да табыңдар. Ақша аямаймын. Кім оның басына келсе, $500,000 беремін. Деп бақырды Сәкенов, оның империясы шайқала бастағанын іші сезді. Бұрын соңды оған ешкім мұндай қарсылық көрсетпеген еді. Ақша шеше алмайтын мәселеге бірінші рет тап болды. 3 қақпан мен жемтік, зауыттағы дайындық. Түскі уақыт. Қаланың шетіндегі бұрыннан қараусыз қалған, жартылай қираған ескі өнеркәсіптік зауыт. Бұл жер Рүстемнің жасырын базасы ретінде таңдаған орны. Ол полицияның өзіне іздеу салғанын, бүкіл қала бойынша блокпосттар қойылғанын жақсы білді. Оның телефонына әріптесі майор Дарханнан шифрланған хабарлама келді. Командир, сіздің үстіңізден қара ордер шықты. Жергілікті полиция сізді қарулы қылмыскер ретінде жоймақшы. Сәкеновтың адамдары СОБРды толықтай сатып алған. Олар сіздің орналасқан жеріңізді телефон сигналы арқылы анықтады. Шегініңіз, біз орталықтан шығуға дайынбыз. Рүстем хабарламаны оқып, сәл жымиды да, мен оларды күтіп отырмын. Бұйрықты күтіңдер, араласпаңдар, деп жауап жазды да, телефонның сим картасын сындырып тастады. Ол телефонды әдейі қосып қойып, оларға өзінің координатасын берген еді. Рүстем үшін бұл зауыт жай ғана ғимарат емес, ол нағыз тактикалық қақпан болатын. Ол зауыттың ішіне қолдан жасалған түтін шашкаларын, жарық шу гранаталарын, светошумовый және бірнеше бағыттаушы сымдарды растяжыл. Бұл сымдар өлімге әкелмейтін, тек жауды есеңгіретіп, қорқыныш тудыратын құралдар еді. Рүстем қараңғы бұрышта тұрып қаруларын тексерді. Ол бұл жерге келген қарапайым сарбаздарды өлтіргісі келмеді, олар тек бұйрық орындаушылар. Бірақ оларға Сәкеновтың ақшасы үшін арнайы жасақ офицеріне қарсы шығудың қаншалықты ақымақтық екенін көрсетуі тиіс еді. Ол терең дем алып, аңшыдан жемтікке, ал жемтіктен қайта аңшыға айналу сәтін күтті. 4 арнайы операцияның сәтсіздігі. Көп ұзамай зауыттың сыртына 4 қара түсті бронды шағын автобус келіп тоқтады. Ішінен толықтай қаруланған, каска киген, беттерін тұмшалаған 20-ға жуық СОБР жауынгері түсті. Оларды бастап келген Сәкеновтың ақшасына сатылған капитан Омаров, ол сарбаздарына бұйрық беріп жатты. Нысана қауіпті. Ешқандай келіссөз болмайды. Қарсылық көрсетсе, ескертусіз атыңдар. Алға. Топ 2-ге бөлініп, зауыттың ішіне кірді. Зауыттың іші қараңғы, тек қираған шатырдан түскен әлсіз сәуле ғана бар. Сарбаздар тактикалық қадаммен мылтықтарының шамдарын жағып, әрбір бұрышты тексеріп келе жатты. Орталық, біз іштеміз. Тыныш, деп сыбырлады Омаров рацияға. Дәл сол сәтте бірінші топтың алдында жүрген сарбаз көрінбейтін сымға сүрініп кетті. Та-арс. Зауыттың ішінде жарық шу гранатасы жарылып, құлақты тұндыратын дыбыс пен көз қарықтыратын жарық етті. Бірінші топтың сарбаздары есеңгіреп, көздерін ұстап, жерге құлай бастады. Бұл хаос басталған сәтте Рүстем шатырдың темір арқалығынан төмен қарай арқанмен сырғып түсті. Ол көлеңкедей жылдам қимылдады. Түтіннің арасынан шығып, 2 сарбаздың қаруын қағып түсіріп, оларды қоян қолтық ұрыс тәсілімен есінен таңдырып құлатты.
Рүстемнің қимылында бірде-бір артық қозғалыс жоқ, бәрі мінсіз, автоматтандырылған механизмдей жұмыс істеп жатты. Ол мұнда. Атыңдар, деп бақырды Омаров, түтінге қарай бей-берекет оқ жаудырып. Бірақ Рүстем оның артқы жағында болатын. Ол Омаровтың қаруын жоғары қарай теуіп жіберіп, оның тізесінің артынан қатты соқты. Капитан еденге гүрс етіп құлады. Қалған сарбаздар түтін ішінде кімнің кім екенін ажырата алмай үрейге берілді. Олардың тактикалық дайындығы қалалық бұзақыларды ұстауға ғана жарағанымен, нағыз соғыс көрген элиталық офицерге қарсы түкке тұрғысыз болып шықты. 15 минутқа жетпейтін уақыт ішінде 20 қарулы сарбаз қарусыздандырылып, байлап тасталды, немесе есеңгіреп жатты. Бірде-бір адам өлген жоқ, бірақ олардың барлығы психологиялық тұрғыдан толықтай жеңілген еді. Рүстем жерде жатқан капитан Омаровтың рациясын алды да, оның жағасынан ұстап көтерді. Сендер мемлекетке ант бердіңдер ме, әлде Сәкеновтің әмиянына ма? Деді Рүстем ызғарлы үнмен. Омаров қорқыныштан үндемеді. Рүстем рацияның түймесін басып, тікелей полковник Мұратовпен байланысқа шықты. Полковник, менің атым Қасымов, сенің иттерің маған кедергі бола алмайды. Сәкеновке айт, мен оған бара жатырмын. Оның алтындарымен оққа қарлары оны бүгін құтқара алмайды. Ал сенің кезек одан кейін. Рацияны қабырғаға ұрып шағып тастаған Рүстем зауыттан шығып кетті. Енді оған ешкім тосқауыл қоя алмайтын еді. Оның басты мақсаты қаланың қақ ортасындағы шыныдан салынған Сәкенов Групп корпорациясының бас ғимараты. 5 жыланның басына қарай жол. Түнгі қала. Жаңбыр басылып, аспан ашыла бастағанымен, қаланың жүрегіндегі 50 қабаттық зәулім ғимараттағы үрей енді басталды.